Пайдаланылмай жатқан жер телімдері мемлекет еншісіне қайтарылып жатыр. Биылдың өзінде ел ішінде осындай 9 мыңға жуық жер телімі анықталған. Бұл жайында бүгін еліміздің өңірлік даму министрі Болат Жәмішев айтты. Жерді түгендеу жұмыстары елбасының тапсырмасымен былтыр басталған. Жәмішев мырза, бұл жұмыстар 2014 жылы аяқталады дейді. Алайда мемлекет басшысының тапсырмасын орындай алмай отырған аймақтар да бар. Бұл іске жауапты облыстардағы аумақтық жер инспекциясының лауазымды тұлғалары жауапқа тартылған. Толығырақ тілші бейнематериалында. Бір емес бірнеше министр баспасөз мәслихатын өткізетін болған соң ақпарат құралдарының өкілдері брифингке жан-жақтан келді. Тақырып елдің экономикалық дамуына қатысты болғандықтан әңгіме төркіні ауқымды болатыны белгілі. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевқа еріп келген үкімет мүшелері бірінен соң бірі құрғақ сандарды сайратқанымен оңай шағылатын журналистер жоқ. Астана мен Алматыдағы халықтың жағдайы жақсы болар, ал аймақтардағы әлеуметтік ахуал қалай деген тілшілердің сауалына өңірлік даму министрі Болат Жәмішев өзінше жауап қатты. Қол жеткізген көптеген жетістіктеріміз бар. Әлеуметтік даму саласында мектептер мен ауруханаларды салуға мүмкіндік беретін мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асып жатыр. Қазір құлағалы тұрған мектептер мен халық санының өсуіне байланысты 3 ауысым бойынша оқылатын мектептерді ауыстыруға да бұл бағдарлама септігін тигізіп, мейлінше іс жүзінде орындалып жатыр. Жер мәселесі де ұмыт қалған жоқ. Былтырдан бері ел ішінде игерілмей жатқан жер телімдерін мемлекет қайта тәркілеп жатқаны белгілі. Жер учаскелерінің пайдаланылмай қалуына тиісті инженерлік инфрақұрылымдардың дайын болмауы себеп дейді өңірлік даму министрі. Осындай келеңсіздіктер келешекте де қайталанбас үшін бұдан былай жер телімдері жеке тұрғын үй құрылысы үшін деп белгіленген алқаптардан берілмек. Ал жолдарға келетін болса, көлік министрлігі мемлекеттік бағдарламамен көлік жүретін 30 мың шақырым жолды жөндейміз дейді. Онымен қоса келер жылы Батыс Европа, Батыс Қытай дәлізінің 180 шақырымы пайдалануға берілмек. Биылғы жылдың өзінде біз 2200 километр республикалық маңызы бар жолдарды жөндедік. Соның ішінде Батыс Европа, Батыс Қытай дәлізі бойында 5 облыстың аумағы арқылы 1853 километр бойында құрылыс жұмыстары атқарылды. Келесі жылғы жоспар бойынша шамамен 180 километр жол ашылады. Ал 2015 жылы біз дәлізді реконструкциялау жұмыстарын толық аяқтауды жоспарлап отырмыз. Ал қаржы министрінің орынбасары Руслан Дәленов Қазақстанның мемлекеттік қарызын айтып, жұбатқандай болды. Желтоқсанның басындағы жағдаймен мемлекеттік қарызы мөлшері 26 миллиард ақш долларынан көп. Бұл ішкі жалпы өнімге шаққанда 1,9% меже. Демек, қарыз мөлшері анау айтқандай аса көп емес дейді ол. По итогам 9 месяцев уровень правительственного долга и потоки по его обслуживанию. Соңғы 9 айда алып қарасақ, үкіметтің қарыз бен оны өтеу жолдарының деңгейі аса қауіпті жағдайда емес. Егер бюджеттің жалпы табысын есепке алатын болсақ, бюджетке түсетін қарыздың салмағы, яғни оны өтеуге кететін шығынның барлығы қалыпты шамада. Дәл бүгінгі мәліметке сәйкес, республикалық бюджетке түскен кірістің жалпы мөлшері 5 триллион 117 миллиард теңге. Қаржы министрінің орынбасары Руслан Дәленов бюджет кірісі бойынша жоспарды 100% орындау үшін тағы 36 миллиард теңге жинауымыз керек дейді. Ал бюджет шығысы 6 триллион теңгеден асқан. Нұрболат Успайлы, Астана.